Munafiqun сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. О Мұхаммед, мұнафықтар алдыңа келгенде, біз куәлік етеміз, сен Алланың елшісісің дейді. Алла сенің өзінің елшісі екеніңді әлбетте біледі. Сондай-ақ Алла мұнафықтардың саған сенбейтініне және барып тұрған өтірікші екеніне куә болады. Олар ішкен ант суларын қалқан қылып, ел жұртты Алланың жолына сүрмей қақпайлауда. Олардың істеген істері неткен жаман. Себебі олар әуелі иман келтіргендіктерін айтады, алайда кейіннен істеген істері олардың іштей көпірлікке бой алдырғанын көрсетті. Сол үшін жүректеріне мөр басылды. Енді олар ақиқатты түсінбейді. Оларды көргеніңде түр тұлғаларын ұнатып қаласың. Майда тілді болғандықтан сөздеріне еріксіз құлақ түресің. Шынында олар дуалға сүйеулі бүренелер секілді, яғни жиында отырғанда өздерін әлде қандай етіп көрсету үшін дуалға сүйелген бүрене секілді шалқая түсіп кергіп отырады. Олар опасыз әрі сатқын болғандықтан үнемі қорқып, үрейленіп жүреді, сондықтан да айқайдың бәрін өздеріне қарата айтылған деп ойлайды. Олар қас дұшпан, сол үшін олардан барынша сақтан. Құдай тас төбелерінен ұрып жандарын жаһаннамға жіберсін. Қалай ғана ақиқаттан алшақтатылып, теріс жолдарға түсірілуде десеңші. Оларға, келіңдер, Алла елшісі сендер үшін Алладан жарылқау тілесін делінгенде, олардың қажеті жоқ дегендей бастарын шайқағанын, һәм әлде қандай болып кекірейген күйде сырт айналып кете барғанын көресің. Әсілі олар үшін кешірім тілесең де тілемесең де оларға бәрібір. Алла оларды әсте кешірмейді. Өйткені Алла күпірлік пен күнәға белшесінен батып хақ жолдан тайған қауымды әсте тура жолға салмайды. Олар ел жұртты Алла елшісінің маңайындағы кедей-кепшіктерге қайыр садақа бермеңдер, әбден тарығып жан-жаққа босып кетсін деп үгіттейтін арсыздар. Анығында күллі аспан әлемі мен жердің қазыналары Аллаға тиесілі, алайда мұнафықтар мұның байыбына бармайды. Сондай-ақ олар күмәндарың болмасын, осыдан Мәдинаға аман сау оралатын болсақ, ұлықтар ол жерден бейшараларды міндетті түрде қуып шығады деп көкейді. Әйтсе де ұлылық бір Аллаға, Расулына және мүміндерге тән. Алайда мұнафықтар мұны білмейді. Уа иман келтіргендер, мал-мүліктерің мен бала-шағаларың, жүректерің мен ой-саналарыңды түгелдей жаулап сендерге Алланы еске алуды ұмыттырмасын. Яғни Аллаға лайықты түрде құлшылық етулеріңе кедергі келтірмесін. Біліп қойыңдар, кімде-кім солай істейтін болса, нағыз зиян шеккендер солар. Қайсы біріңе болмасын, ажал жеткенде, уа Раббым, маған аз ғана уақыт мұрсат берсең, жатпай тұрмай қайырымдылық жасап, мол зекет садақа беріп, ізгі жандардың қатарына қосылар едім демей тұрып, өздеріңе ризық етіп берген нығметтерімізден Алла жолында һәм мұқтаждарға жұмсаңдар. Алла ажалы жеткен бірде-бір жанды кейінге қалдырмайды. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар.